Егер әңгімем ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа әсерлі хикаялар ұсынуға шабыт береді. Рахмет. Менің атым Қалимаш. Биыл 76 жасқа толдым. Қазір ауылдың шетінде, ескілеу болса да, өзіміздің шағын үйімізде жалғыз тұрамын. Кешкілік аулаға шығып, орындыққа отырып қалсам, өткен өмірім көз алдынан кино сияқты өте береді. Кейде бәрін қайта бастауға мүмкіндік болса ғой деп ойлаймын. Бірақ өмірде уақыт кері айналмайды екен. Мен көп сөйлемейтін адаммын. Өз қайғымды ешкімге айтпайтынмын. Бірақ ішімде жүрген мұңды алып жүру күн сайын қиындай берді. Сондықтан осы әңгімені айтып, бәлкім бір ата-ана мен бір балаға сабақ болар деп шештім. Мен жастау күнімде тұрмысқа шығуға асықпадым. Әкем ерте қайтыс болды. Анам жалғыз өзі бізді жеткізем деп көп қиналды. Мен үйдің үлкені болғандықтан, бауырларының жауапкершілігі мойныма түсті. Бірінің оқуына ақша керек, бірінің киімі жоқ. Енді бірі үйленетін жасқа жетті. Өзімнің өмірімді кейінге ысырып, бәріне көмектесуге тырыстым. Жұрт, қатарластарының балалары мектепке барып жатқанда ғана мен тұрмыс құрдым. Сол кезде де ештеңеге өкінбедім. Бастысы, өз бақытымды кеш болса да табарым деп ойладым. Күйеуім Жақып өте сабырлы, еңбекқор адам еді. Екеуміз бір-бірімізді жақсы түсіндік. Үйімізде ұрыс-керіс деген болмайтын. Бір ғана арманымыз болды. Ол сәби иісін сезіну. Алғашқы жылдары бәрі болады деп күттік. Кейін дәрігерге қаралдық. Бір емхана, екінші емхана, облыс орталығы, қала. Бармаған жеріміз қалмады. Бірі үміт береді, бірі күте тұрыңыздар дейді. Жылдар өте берді. Әр ай сайын күтеміз. Әр жолы үмітіміз үзілетін. Сол кезде ең ауыр нәрсе адамдардың сұрақ екен. Қашан сүйінші сұратасыңдар? Бала болмай жүр ме? Емделіп көрдіңдер ме? Бір қарағанда жай ғана сұрақ сияқты. Бірақ сол сөздердің әр қайсысы жүрегімізге пышақ болып қадалатын. Бір күні үйге қонақ келген әйел. Әйелдің бақыты балада, баласыз үйдің берекесі болмайды деп айтып қалды. Мен үндемедім. Бірақ сол түні жастығым су болғанша жыладым. Күйеуім басымнан сипап: біз бәрібір бақыттымыз. Сен барсың. Қалғанын Алла біледі деді. Сол сөз маған үлкен демеу болды. Бір күні жұмыстан келген күйеуім: Қалимаш, мен саған бір ұсыныс айтсам, қарсы болмайсың ба деді. Айта ғой. Баланы асырап алайық. Мен үнсіз қалдым. Басында қорықтым. Ел не дейді? Кейін бала біліп қойса ше деген ой мазалады. Бірақ бірнеше күн ойланып, намаз оқып, дұға жасап жүріп, ақыры келістім. Біз балалар үйіне бардық. Ондағы сәбилерді көргенде жүрегім езілді. Бірінің анасы тастап кеткен, бірінің әкесі белгісіз. Бірінің тағдыры мүлде ауыр. Солардың арасында аппақ көрпеге оран жатқан бір айлық сәби маған ұзақ қарап күлгендей болды. Мен оны қолыма алдым. Сол сәтте жүрегім бірден елжіреп кетті. Жақып, осы бала, дедім көзіме жас алып. Күйеуім де маған қарап: мен де осыны ойлап тұрмын деді. Сол күннен бастап ол біздің ұлымыз болды. Құжаттарын рәсімдеп үйге алып келген күніміз өміріміздегі ең бақытты күндердің бірі еді. Азан шақырып, атын Арман қойдық. Арманымыз орындалсын деген ниетпен. Арман өте жуас бала болып өсті. Түнде көп жылатпайтын. Ауырып қалса, екеуміз кезектесіп күзететінбіз. Алғаш ана деген сөзін естіген күнім әлі есімде. Құдды бүкіл дүниені сыйлағандай сезіндім. Бір жасқа толғанда тәй-тәй басып жүргенін көріп, мәз болатынбыз. Балабақшаға барғанда да тәрбиешілер мақтап отыратын. Өте тәрбиелі бала екен дейтін. Мектепке барған соңда сабағын жақсы оқыды. Біз ешқашан оның көңілін қалдырмауға тырыстық. Қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Киімін де алдық, компьютер де алып бердік. Қосымша сабақтарға да жібердік. Өйткені біз оның ешкімнен кем болмағанын қаладық. Бірақ нәрсені екеуміз іштей келісіп алғанбыз. Оған асыранды екенін ешқашан айтпаймыз. Бұл құпияны бізбен бірге қабірге кетеді деп ойладық. Жылдар өте берді. Арман мектепті алтын белгімен бітірді. Бүкіл ауыл қуанды. Мен көз жасымды тыя алмадым. Күйеуім үндемей ғана: міне, біздің еңбегіміз ақталды деді. Арман университетке грантпен түсті. Қалаға шығарып салған күні үйге келіп ұзақ жыладым. Баламыз өсіп кетті деген қуанышпен сағыныш араласып кеткен еді. Оқуын жақсы аяқтады, жақсы жұмысқа орналасты. Біз де аздап жинаған ақшамызды қосып, алғашқы жарнасын төлеп, үй алуына көмектестік. Көп ұзамай өзі ұнатқан қызға үйленетінін айтты. Қыздың аты Айнұр еді.
сыпайы, тәрбиелі көрінді. Тойымызды ауыл болып өткіздік. Сол күні Жақып маған: "Енді немере сүйсек, арманымыз толық орындалады" деді. Расымен де 1 жылдан кейін келініміз ұл босанды. Сәбиді алғаш қолыма алған сәтте өзімді әлемдегі ең бақытты әже сезіндім. Үйіміз қайтадан күлкіге толды. Арман жұмысына барып келеді. Келініміз баламен үйде. Демалыс сайын бәрі бізге келетін. Сол күндер мәңгі жалғасатындай көрінген. Бірақ адам тағдырын бір ауыз сөз өзгертіп жіберетін біз қайдан білейік? Бір күні кешке қарай ауыл ішінде бір хабар тарады. Арман мен келіні қатты ұрысып қалыпты. Жас отбасы ғой, ертең-ақ татуласып кетер деп мән бермедік. Арада 1 сағаттай өткенде есік тартылдап ашылды. Арман кіріп келді. Өңі қашқан, көзі қанталап кеткен. Даусы бұрынғыдай емес, үнсіз отырып қалды. Біз не болғанын сұрадық. Біраз уақыттан кейін ол басын көтеріп: "Анашым, бір нәрсе сұраймын. Тек өтірік айтпаңызшы", деді. Жүрегім бірден бір жамандықты сезді. "Айта ғой балам." Ол көзіме тік қарап: "Мен шынымен сіздердің туған балаларыңыз емеспін бе?" Сол сәтте қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынды. Үйдің іші жым-жырт болып кетті. Жақып екеуміз бір-бірімізге үнсіз қарадық. Жылдар бойы ішімізде сақтап келген құпиямыз дәл осы сәтте алдымызға келіп тұрғанын түсіндік. Арман орнынан тұрды. "Анашым, өтінемін. Бірақ ауыз сөз айтыңызшы. Бұл өтірік пе, әлде рас па?" Даусы дірілдеп тұрды. Мен мұндай күйін бұрын соңды көрмегенмін. Жақып ауыр күрсінді. "Балам, отыршы." "Жоқ, алдымен жауап беріңіздер." Менің көзімнен жас ыршып кетті. "Иә, рас", дедім әрең. Арман үнсіз қатып қалды. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. "Сонда мен шынымен асырандым ба? Мен басымды изедім. Бірақ не?" деп дауысын көтерді ол. "29 жыл бойы менен осыны жасырдыңдар ма? Біз сені алдағымыз келген жоқ, балам. Онда неге айтпадыңдар?" Жауап бере алмадым. Өйткені бұл сұрақты өзімізге де талай қойғанбыз. Жақып сөз бастады. "Біз сені алғаш көрген күннен бастап туған баламыздай жақсы көрдік. Ешқашан айырмашылық жасаған жоқпыз. Сол үшін айтпадық." "Демек, бәрі өтірік болған ма?" "Жоқ", дедім орнымнан тұрып. "Өтірік емес. Сенің әр күлкің, әр қадамың, әр жетістігің бәрі біздің өміріміздің мәні болды. Бірақ менің кім екенімді білуге құқығым болды ғой." Осы сөз жүрегімді қақ айырды. Ол дұрыс айтып тұр еді. Бірақ біз де жамандық ойлаған жоқпыз. "Балам", дедім оның қолынан ұстауға тырысып. "Біз сені жоғалтып аламыз ба деп қорықтық. Бір күні туған ата-анасын іздеп кетеді деп қорықтық." "Сонда сендер өз қорқыныштарың үшін менің өмірімді өтірікке құрдыңдар ма?" "Жоқ." "Иә." Арманның көзінен жас ағып тұрды. Өмірінде бірінші рет бізге дауыс көтеріп тұрғанын көрдім. "Мен кіммін өзі? Әкем кім? Анам кім? Неге мені тастап кеткен?" Біз үнсіз қалдық. Өйткені оның туған ата-анасы туралы біз де ештеңе білмейтінбіз. Құжаттарда небәрі бірнеше жол ғана жазылған еді. "Білмейміз", деді Жақып. "Қалай білмейсіңдер? Бізге де айтылмаған." Арман орындыққа отырып қалды. Екі қолмен басын ұстап алды. "Сонда мен ешкім емеспін бе?" "Жоқ, балам, сен біздің ұлымызсың. Егер ұлдарың болсам, неге шындықты айтпадыңдар?" Ол орнынан тұрып сыртқа шығып кетті. Мен артынан жүгірдім. "Арман, балам." Бірақ ол көлігіне отырып, есікті тарс жауып, зулап кетіп қалды. Сол түні үйге келмеді. Телефонын көтермеді. Келініміз Айнұр да жылап хабарласты. "Апа, ол үйге келген жоқ." Мен түні бойы терезеден көз алмадым. Таңға жуық қана келді. Бірақ бұрынғы Арман емес еді. Үнсіз, суық, бөтен адам сияқты. Таңғы асты ішпеді. "Балам, маған уақыт керек." Бар айтқаны осы болды. Келесі күндері оның мінезі мүлде өзгеріп кетті. Бұрын күнде хабарласатын, енді апталап үнсіз қалатын. Немеремізді бұрынғыдай еркелетпейтін, келініміз де мазасызданып жүрді. Бір күні Айнұр маған келді. "Апа, мен өзімді кінәлі сезім жүрмін." "Не болды?" Ол еңкілдеп жылап жіберді.
Сол күні ұрсып қалдық. Ашумен айтып қойдым. Өзінде бұлай болатынын ойламадым. Мен оны құшақтап жұбаттым. Қызым, сен де әдейі айтпадың. Бірақ бәрі менің кесірімнен болды ғой. Шынында бір ғана сөз бүкіл отбасының тыныштығын бұзған еді. Бір аптадан кейін Арман жұмыстан кеш келе бастады. Кейде мүлде келмейтін. Телефоны өшірулі. Айнұрдың көзі күнде жасты. Апа, бұрын мұндай емес еді. Мен де байқап жүрмін. Бір күні жұмыстан кейін үйге келді. Үстімен арақтың иісі аңқып тұр. Өмірінде ішіп көрмеген баламның сол күйін көріп, жүрегім ауырды. Балам, ештеңе болмағандай сөйлей бермеңізші. Біз саған жамандық ойлаған жоқпыз. Маған енді бәрібір. Ол бөлмесіне кіріп, есігін жауып алды. Содан кейін ішімдік жиілей берді. Алғашында күйзелістен шығар деп ойладық. Бірақ күн өткен сайын ол өзгеріп бара жатты. Жұмысынан ескертіп ала бастады. Жаңа достар тауыпты. Біз танымайтын адамдар. Түн ортасында үйіне әкелетін болды. Күлкілер де, әңгімелер де бізге ұнамайтын. Жақып бірнеше рет сөйлесті. Балам, мына ортадан шық. Әке, мен бала емеспін. Бірақ бұлар саған жақсылыққа келмейді. Менің өміріме араласпаңдар. Жақып үнсіз ғана бөлмесіне кіріп кетті. Сол күні оның көзінен де жас көрдім. Өмірінде жыламайтын адам еді. Бір күні кешке ауыл дүкенінің алдында Арман әлгі жігіттермен бірге арақ ішіп тұрғанын көрдім. Жақындап бардым. Балам, үйге қайтайық. Қасындағы біреу күліп, апа, ұлыңызға тиіспеңіз, бізбен отырсын. Арман да маған қарамады. Мен кейін барам. Мен үнсіз кері қайттым. Ауыл адамдарының маған аянышпен қараған көзқарасын әлі ұмыта алмаймын. Кеше ғана үлгілі отбасы деген жұрт бүгін бізді сырттай аяп тұрғандай еді. Сол түні төсегіме жатып көз іле алмадым. Біз дұрыс істедік пе? Әлде өмір бойы үндемей ең үлкен қателік жасадық па деген ой маза бермеді. Ал дәл сол сәтте ұлымның өмірі біз ойлағаннан да қауіпті жолға түсіп бара жатқанын әлі білмеппіз. Арман бұрын таңғы 7-те тұрып жұмысқа асығатын. Енді түс ауғанша ұйықтайтын болды. Кейде тіпті жұмысқа бармай қалатын. Басында демалыс алған шығар деп ойладық. Бірақ бір күні жұмысынан өздері хабарласты. Сәлеметсіз бе, Қалимаш апай? Арман бүгін 3-ші күн қатарынан жұмысқа келмеді. Телефонын да көтермейді. Жүрегін зу ете қалды. Үйде жоқ па? Жоқ, кеше кештен бері келген жоқ. Телефонды қойған соң күйеуім Жақыпқа қарадым. Жақып, бірдеңе болып қалған жоқ па? Ол үндемей сырт киімін киіп алды. Іздеп шығайық. Екеуміз ауылдың іші сыртын түгел араладық. Достарының үйіне бардық. Ешкім ештеңе айтпайды. Бірі білмеймін десе, бірі кеше көргемін деп құтылды. Тек кешке қарай ғана ауылдың шетіндегі ескі дүкеннің жанынан тауып алдық. Қасында бұрын көрмеген 4-5 жігіт отыр екен. Алдарында арақ. Арманның көзі қызарып кеткен, шашы ұйпа-түйпа. Бұрын үнемі таза, жинақы жүретін баламды танымай қалдым. Балам? Ол басын көтеріп маған қарады. Бір сәтке бұрынғы Арманды көргендей болдым. Бірақ артынша жүзін бұрып әкетті. Үйге қайтайық. Бармайым. Не үшін өзіңді бұлай қорлап жүрсің? Маған ақыл айтпаңыз. Жақып үндемей қасына отырды. Ұлым, әке, мен сіздерді сыйлаймын, бірақ қазір кетіңіздерші. Біз сені тастап кетпейміз. Мен өз өмірімді өзім шешемін. Қасындағы жігіттердің бірі күліп жіберді. Аға, балаңыз ер жеткен ғой. Осы сөзді естіген Жақыптың жүзі өзгеріп кетті. Бірақ ол ештеңе демеді. Тек орнынан тұрып. Қалимаш, жүр, деді. Екеуміз үнсіз үйге қайттық. Бір аптадан кейін Арман жұмыстан шығып қалғанын естідік. Өзі айтқан жоқ. Бұрынғы әріптесі келіп айтты. Апай, кешіріңіз, бірақ Арманды жұмыстан босатып жіберді. Неге? Соңғы кезде кешігетін болды. Кейде мас болып келетін. Мен есік жақтауына сүйеніп қала бердім. Біздің мақтанышымыз болған баламыздың өмірі осылай өзгереді деп кім ойлаған? Кешке келгенде одан сұрадым. Рас па? Иә. Енді не істейсің? Табылар жұмыс. Балам, өзіңді қолға алшы. Менің жағдайымды түсінбейсіздер. Түсінуге тырысып жүрміз ғой. Жоқ, сендер ештеңе түсінбейсіңдер. Ол тағы да есікті тарс жауып шығып кетті. Ең қиыны немереміздің бәрін көріп жүрген еді. Бір күні 4 жасар немерем маған: әже, әкем неге үнемі айқайлайды? Мен не дерімді білмедім. Әкең шаршап жүр, балам. Ол менімен бұрынғыдай ойнамайды. Осы сөзден кейін көз жасымды жасыру үшін сыртқа шығып кеттім.
Айнұр да қатты өзгерді. Бұрын күліп жүретін келінімнің жүзінен күлкі жоғалды. Бір күні ол маған: «Апа, мен оны жоғалтып бара жатқандаймын». Сабыр ет, қызым. Күн өшеді, үйге түнде келеді. Баласына көңіл бөлмейді. Мен қанша сөйлессем де тыңдамайды. Ол түзеледі. Шынымен түзеле ме? Мен жауап бере алмадым, өйткені өзім де сенімді емес едім. Көп ұзамай ауыл ішінде тағы бір сөз тарады. Арман әлгі жігіттермен карта ойнап жүр екен. Ақша ұтылыпты, қарыз алыпты. Осындай әңгімелерді естіген сайын басымды төмен салатын болдым. Өйткені кеше ғана жұрт мақтаған ұлымды енді бәрі аяп сөйлейтін. Бір күні кешке есік қағылды. Екі полиция қызметкер тұр. Бұл Арман Жақыпұлының үйі ме? Жүрегім тарс ете қалды. Иә. Ұлыңызбен сөйлесуіміз керек. Не болды? Ол бүгін қалада қоғамдық тәртіпті бұзған. Жақып екеуміз бірден бөлімшеге бардық. Арман әлгі достармен кафеде төбелесіп қалыпты. Абырой болғанда қарсы жақ арыз жазбапты. Жақып бүкіл кеш бойы кешірім сұрап жүрді. Қарсы жақтың үлкендері түсіністік танытып, істі ушықтырмады. Үйге қайтар жолда көліктің ішінде ешкім үндемеді. Біраздан кейін Жақып тоқтап: «Балам, бұл бірінші әрі соңғы рет болсын». Арман терезеге қарап отырды. Жарайды. Бірақ оның жарайды деген сөзінде еш өкініш сезілмеді. Сол оқиғадан кейін бірнеше күн тыныш жүргендей болды. Мен іштей қуанып қалдым. Бәлкім енді бәрі дұрысталар деп үміттендім. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Бір кеште үйге тағы мас болып келді. Бұл жолы Айнұр шыдай алмады. «Арман, балаңнан ұялмайсың ба? Кейіспе маған. Сен бұрын мұндай емес едің. Бұрынғы Арман жоқ. Онда кімсің?» Арман үнсіз қалды. Сосын жай ғана: «Мен өзімнің кім екенімді әлі күнге дейін білмеймін». Осы сөзді айтып, бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні Айнұр маған қарап: «Апа, мен қорқып жүрмін». «Неден?» «Бір күні бұдан да жаман нәрсе болады». Мен оны жұбатуға тырыстым, бірақ жүрегімнің түбінде дәл сондай қорқыныш тұрған еді. Айнұрдың айтқаны көп ұзамай шындыққа айналатынын ол кезде еш қайсымыз білмедік. Айнұрдың «бір күні бұдан да жаман нәрсе болады» деген сөзі құлағымнан кетпеді. Сол күннен кейін үйімізде тыныштық жоғалды. Арман кейде 2-3 күнге дейін үйге соқпайтын болды. Телефонына қоңырау шалсақ, бірде өшірулі, бірде көтермейді. Бұрын әр мерекеде бізге сыйлық алып келетін ұлым енді туған күніме де келмеді. Жақып сырт көзге сыр бермегенмен, күн сайын қартайып бара жатқандай көрінді. Бір күні кешке ол маған: «Қалимаш, мен өзімді кінәлі сезінемін», деді. «Неге? Бәлкім шындықты ертерек айтуымыз керек пе еді?» Мен де дәл осы сұрақты өзіме талай қойғанмын. Біз жамандық ойлаған жоқпыз. Білемін, бірақ баланың жүрегі біз ойлағаннан нәзік екен. Екеуміз ұзақ үнсіз отырдық. Біз өмір бойы бір баланың бақыты үшін еңбек еттік. Ал енді сол баламыз өз қолмен өз тағдырын құрдымға итеріп бара жатты. Ең ауыры, оған еш көмектесе алмай тұрғанымыз еді. Арман қамауға алынғаннан кейін үйіміздің іші бұрынғыдан да меңіреу тартып кетті. Таң атса да, кеш батса да, бір ғана ой маза бермейтін. Балам қазір не істеп жатыр екен? Тамақ ішті ме? Ұйықтай алды ма? Ана жүрегі бәрібір бала деп соғады екен. Ол қанша қателессе де, қанша жанымды ауыртса да, мен оны жек көре алмадым. Бірнеше күннен кейін тергеуші шақырды. «Іс сотқа жіберіледі», деді. Жақып екеуміз бір-бірімізге үнсіз қарадық. Іштей әлі де бір ғажайып болып, бәрі кешіріммен аяқталар деп үміттеніп жүргенбіз. Бірақ бұл жолы бәрі заң бойынша шешілетін болды. Қарсы жақтың жігіті ұзақ уақыт ем қабылдап жатқан екен. Оның отбасы да әділдік талап етті. Оларды кінәлай алмадым. Егер дәл сондай жағдай біздің баламыздың басына түссе, біз де үнсіз отырмас едік. Сот болатын күнде келді. Өмірімде алғаш рет сот ғимаратының табалдырығын аттадым. Аяғым дірілеп тұр, қолым мұздап кеткен. Жақып болса үндемей ғана жанымда отырды. Бір кезде Арманды алып келді. Қолында кісен жоқ еді, бірақ жанында күзетшілер болды. Балам қатты жүдеп кетіпті. Бір айдың ішінде бірнеше жылға қартайып кеткендей көрінді. Шашы өсіп кеткен, көзі шүңірейіп тұр. Ол бізді көргенде ақырын ғана басын изеді. Мен көз жасымды тия алмадым. Судья істің мән-жайын оқи бастады. Барлық дәлелдер көрсетілді.
Бейнежазба қаралды. Куәгерлер сөйледі. Сол сәтте Арманның жасаған әрекетін өз көзіммен көргендей болдым. Бұл менің ұлым емес шығар, деген ой келді. Бірақ жоқ. Ол менің арманым еді. Тек ішімдік пен ашудың құрбаны болған Арман. Сөз кезегі Арманға берілді. Ол орнынан баяу тұрды. Біраз уақыт үндемей тұрды. Сосын қарсы жаққа қарап, мен өз кінәмді толық мойындаймын. Залда тыныштық орнады. Мен ешкімді әдейі жарақаттағым келген жоқ. Сол күні мас болдым, өзімді ұстай алмадым. Қазір жасаған ісім үшін қатты өкінемін. Даусы дірілдеп кетті. Егер уақытты кері қайтара алсам, сол жерге мүлде бармас едім. Мен басымды төмен салдым. Осы сөздерді бірнеше жыл бұрын айтса ғой. Келесі бол қарсы жақтың әкесі сөйледі. Біз ешкімге жамандық тілемейміз. Бірақ әр адам өз ісіне жауап беру керек. Егер бүгін кешірсек, ертең тағы біреуге зияны тиеді. Ол кісі дұрыс айтып тұр еді. Бірақ ана жүрегі бәрібір баласын ақтағысы келеді екен. Үзіліс кезінде Арманды бізге жақындатты. Арамызда темір қоршалдырды. Мен қолымды создым. Ол да қолын созды. Саусақтарымыз ғана әрең кесті. Балам, анашым, тамақ ішіп жүрсің бе? Арман әлсіз жымиып, сен бұрынғыдай әлі де мен үшін уайымдайсың. Сен қанша жасқа келсең де мен үшін баласың. Ол көз жасын сүртті. Мен сендерді жерге қараттым. Ондай сөз айтпа. Жоқ, рас. Әкемнің де шашына қарттым. Сені де жылаттым. Айнұрды да жоғалттым. Баламды да өзімнен алыстаттым. Мен сөйлей алмадым. Кек оның қолын ұстап тұра бергім келді. Бірақ күзетші уақыттың біткенін айтты. Арман кетіп бара жатып артына бір рет бұрылды. Сол көзқарасты әлі күнге дейін ұмыта алмаймын. Онда өкініш те, сағыныш та, шарасыздық та бар еді. Кешке қарай судья шешім шығару үшін кеңесу бөлмесіне кетті. Сол бірнеше минут маған бірнеше сағаттай көрінді. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей соғып тұрды. Ақыры бәрі орындарына келді. Судья үкімді оқи бастады. Әр сөзі құлағыма анық естілмей жатты. Тек соңында бас бостандығынан айыру жазасы деген сөзді ғана анық естідім. Әлем төңкеріліп кеткендей болды. Мен орнымнан тұра алмай қалдым. Жақып мені сүйіп тұрды. Арман болса басын төмен түсіріп үнсіз тұрды. Ол бұл жазаны қабылдағандай көрінді. Ал менің ана жүрегім оны қабылдай алмады. Баламды алып кетіп бара жатқанда айқайлап жібердім. Арман! Ол артына бұрылды. Балам, не болса да сынбас. Біз сені күтеміз. Арман көз жасын тия алмай. Анашым, мен міндетті түрде өзгеріп шам. Сендердің жүздеріңе қайтадан ұялмай қарайтын күнге жетемін. Осы сөз оның шын жүректен айтқан алғашқы уәдесі еді. Бірақ ол уәдесінде тұра ала ма? Әлде түрме оны мүлде басқа адамға айналдыра ма? Оны уақыт қана көрсететін еді. Соттан кейін үйге қалай келгенімізді өзім де білмеймін. Үйдің есігін ашқанда бәрі бұрынғы орнында тұрғанмен бір нәрсе жетіспейтіндей көрінді. Арманның аяқ киімі бұрышта тұр. Киімдері шкафта ілулі. Бөлмесінен өзіне тән иіс әлі кетпепті. Мен оның төсегіне отырып ал, жастығын құшақтап ұзақ жыладым. Жақып үндемеді. Соңғы кезде ол мүлде аз сөйлейтін болып кеткен. Тек түнде оянып кеткенінде оның да көзілмей отырғанын талай көрдім. Бір ай өткен соң Арманнан алғашқы хат келді. Конверттің сыртына өз қолымен біздің мекен жайды жазыпты. Қолым дірілдеп әрең аштым. Анашым, бұл хатты жазу маған өте қиын болып отыр. Сіздердің көздеріңізге қарауға ұяламын. Бір кездері сіздер мені мақтан тұтушы едіңіздер, ал мен сіздердің бастарыңызды төмен түсірдім. Мені кешіріңіздер. Мұнда жалғыз қалған сайын өткен өмірімді қайта-қайта есіме аламын. Сіздердің маған жасаған жақсылықтарыңызды енді ғана түсініп жатырмын. Мен өмір бойы бір нәрсені ойлаппын. Неге мен асырандымын деп. Ал шын мәнінде ойлануым керек сұрақ басқа екен. Неге мені бөтен адамдар өз баласындай жақсы көрді деген. Сол сұрақ жауабын енді ғана тапқандаймын. Осы жеріне келгенде көзінен жас тамып, қағаздың әріптері болдырап кетті. Жақып хатты үнсіз оқып шықты. Сосын, біздің баламыз оянып келе жатқан сияқты, деді. Осы сөзді естігенде жүрегіме кішкентай болса да үміт ұялады. Бірнеше аптадан кейін кездесуге рұқсат алдық. Таң атпай жолға шықтық. Түрменің биік қоршауын көргенде жүрегім ауырып кетті.
осындай жерге менің балам түсті-ау деп өзімді ұстай алмадым. Күзетшілер тексеріп болған соң күту бөлмесіне кірдік. Біраздан кейін Арман келді. Алғашында танымай қалдым. Шашын қышқалып тастапты. Жүзі жүдеу. Бірақ көзқарасы өзгерген. Бұрынғыдай ашулы емес. Басында өкініш пен сабыр бар. Ол бізді көрген бойда күлімсіреуге тырысты. Анашым, балам. Екеуміз телефон арқылы сөйлесетін әйнектің екі жағында тұрдық. Қолымызды әйнекке қойдық. Құшақтай алмадық. Сол сәтте құшақтаудың қадірін алғаш рет сезіндім. Қалайсың, балам? Жақсымын. Тамақтар дұрыс па? Иә. Денсаулығың қалай? Уайымдамаңыздар. Біраз үнсіздік орнады. Сосын Арман өзі сөз бастады. Әке. Иә, балам. Мен сіздерден бір нәрсе сұрайын деп едім. Айта ғой. Айнұр қалай? Жақып ауыр күрсінді. Баласын бағып жүр. Мен сұрай ма? Ұлым кейде сені сұрайды. Арман басын төмен түсірді. Ол менен ұялатын шығар. Жоқ, балам. Ол әлі кішкентай. Мен қандай әке болдым? Ешкім жауап бере алмады. Кетер кезде Арман. Анашым, мен енді ешқашан арақ ішпеймін. Алла сол сөзіңді қабыл етсін. Мұнда психологтармен сөйлестім. Көп кітап оқып жүрмін. Намаз үйреніп жүрмін. Өз өмірімнің қай жерде бұзылғанын күнде ойлаймын. Мен таңғалып тыңдап отырдым. Бұл сөздерді бұрынғы Арман ешқашан айтпас еді. Үйге қайтқан соң бір аптадан кейін тағы хат келді. Бұл жолы хаттың соңында былай деп жазыпты. Анашым, мен сіздерге бір сыр айтайын. Мен сіздерге емес, өз тағдырыма ренжіп жүріппін. Сол ашуды сіздерден алдым. Ал негізі сіздер мені ешқашан ренжіткен жоқсыздар. Керісінше, өмір сыйладыңыздар. Егер сол күні балалар үйінде қалсам, кім болар едім? Бәлкім, бүгін тіріде болмас едім. Мен мұны енді ғана түсіндім. Маған тағы бір мүмкіндік берілсе, қалған өмірімді сіздердің алдарыңызда ақтауға арнаймын. Хатты оқып болған соң, мен оны кеудеме қысып ұзақ отырдым. Жақып та көз жасын жасыра алмады. Қалимаш, біздің ұлымыз қайта оралып келе жатқан сияқты. Мен де соған сенгім келді. Бірақ дәл сол кезде бізді тағы бір күтпеген кездесу күтіп тұрғанын білмедік. Бір күні үйдің есігін бір әйел келіп қақты. Оның қолындағы сарғайып кеткен ескі құжатты көргенде жүрегім бірден бір нәрсені сезді. Есікті ашсам, 60-тан асқан бейтаныс әйелдер екен. Үстінде ескілеу пальто, қолында әбден сарғайған құжат салынған папка бар. Жүзі шаршаңқы, көзінде қорқыныш пен үміт қатар байқалады. Сіз Қалимашсыз ба? Деді ақырын. Иә, өзімін. Біраз сөйлесек бола ма? Мен әйелді үйге кіргіздім. Жақып та қасымызға келіп отырды. Әйел ұзақ уақыт үндемей отырды. Қолындағы папканы қайта-қайта ұстап, толқып отырғаны көрініп тұрды. Менің айтатын әңгімемді естіген соң, бәлкім мені кешірмессіздер. Бірақ өмір бойы осы күнді күтіп келдім, деді. Жүрегім тарсылдап қоя берді. Айта беріңіз. Әйел көз жасын сүртіп алды. Менің атым Сәлима. Осыдан 30 жыл бұрын мен босандым. Бірақ жағдайым өте ауыр болды. Күйеуім жол апатынан қайтыс болған. Үйім жоқ, жұмысым жоқ. Қолында 3 кішкентай қызым бар еді. 4-ші балам дүниеге келгенде дәрігерлер, егер бұл баланы алып кете алмасаңыз, мемлекет қамқорлығына өткіземіз, деді. Мен бірнеше күн жыладым. Балама қараймын да құшақтаймын. Бірақ оған берер ештеңем жоқ еді. Сүт те шықпай қалды. Ақырында ең ауыр шешімді қабылдадым. Осы жерге келгенде Сәлима еңкілдеп жылап жіберді. Менің де жүрегім ауырып кетті. Сол сәби сіздердің армандарыңыз. Үйдің іші үнсіз қалды. Жақып орнынан баяу тұрды. Сіз не айтып отырсыз? Иә, мен оның туған анасымын. Менің қолымнан кесем түсіп кете жаздады. Өмір бойы көз алдымызға елестетіп жүрген адамның дәл алдымызда отырғанына сенер емеспін. Сәлима папкадағы құжаттарды жайып салды. Онда перзентханадан берілген анықтамалар, ескі суреттер, балалар үйіне тапсырған туралы қағаздардың көшірмелері бар екен. Мен оны ешқашан ұмытқан жоқпын, деді ол. Онда неге іздемедіңіз? Іздедім. Жылдар бойы іздедім. Бірақ ол кезде құжаттардың бәрі құпия болатын. Ешкім ештеңе айтпады. Кейін заң өзгерген соң ғана іздей бастадым. Жақында ғана оның сіздердің ұлдарыңыз екенін білдім. Ал іздеп келгенінде
Оның сотталғанын естідім. Сәлима бетін басып жылады. Егер мен оны тастамағанда, мүмкін мұндай болмас па еді. Мен оның жанына барып, иығынан құшақтадым. Өзіңізді кінәламаңыз. Жоқ, кінәлімін. Ол кезде сіздің де амалыңыз болмаған. Біз ұзақ сөйлестік. Сәлима ұлы туралы бір ауыз жаман сөз айтпады. Тек, ол бақытты болды ма? Деп қайта-қайта сұрай берді. Мен көз жасымды сүртіп, иә, ол өте бақытты өсті. Біз оны ешқашан бөтен көрген жоқпыз. Мектепте үздік оқыды, университет бітірді, үйленді, бала сүйді. Осыны естігенде Сәлима күлімсіреп жіберді. Демек, менің балам жақсы адамдардың қолына түскен екен. Оның осы сөзі жүрегімді елжіретті. Кетерінде ол маған бір конверт ұстатты. Мұнда менің Арманға жазған хатым бар. Егер ол менімен кездескісі келсе ғана беріңіз. Кездескісі келмесе, жыртып тастаңыз. Мен оның шешіміне құрметпен қараймын. Мен басымды изедім. Бір аптадан кейін Арманға кездесуге бардық. Әдеттегідей әйнектің екі жағында отырмыз. Біраз сөйлескеннен кейін мен конвертті шығардым. Балам, иә анашым, саған бір хат әкелдік. Кімнен? Туған анаңнан. Арман қатып қалды. Бірнеше секунд бойы ештеңе демеді. Сосын ақырын ғана: ол тірі ме? Иә. Ол мені іздеді ме? Иә, балам. Арман хатты қолына алды. Ұзақ қарап отырды, бірақ ашпады. Мен қазір оқуға дайын емеспін. Асықпа. Анашым. Иә. Бір нәрсені анық түсіндім. Не екен, балам? Арман көзіне жас алып маған қарады. Адамды дүниеге әкелген ана болады, бірақ адам қылып өсірген ана одан да ұлы болады. Сіз менің шын анамсыз. Мен өмір бойы сіздердің махаббаттарыңызды бағаламай жүріппін. Мен жылап жібердім. Бұл жылдар бойы күткен сөзім еді, бірақ дәл сол сәтте Арман: түрмеден шыққан соң, егер қарсы болмасаңыздар, мен туған анаммен де кездескім келеді. Мен оның қолын әйнекке қойылған күй ұстап: әрине балам, жүрегің қалай қаласа, солай жаса. Ешкімге өкпе сақтама. Өмірді жаңадан баста, дедім. Арман басын изеді. Оның жанарында бұрынғы өкініштің орнына үміт пайда болғандай еді. Ал сол үміттің ақиқатқа айналатын күні де алыс емес еді. Арманның бостандыққа шығатын күні де келіп жетті. Сол күнді біз Жақып екеуміз айлар бойы күттік. Таң атпай жолға шықтық. Қолында өзім пісірген бауырсақ пен ыстық тамақ. Балам, үйдің дәмін сағынған шығар деп ойладым. Түрме қақпасының алдында үнсіз тұрдық. Біраздан кейін қақпа ашылып, сыртқа бірнеше адам шықты. Олардың арасында Арман да бар екен. Басында қарапайым ғана сөмкесі, үстінде ескі киімі. Бірақ жүзі мүлде өзгерген. Көзінде бұрынғыдай ашу жоқ, тек сабыр мен өкініш бар. Бізді көрген бойда тез-тез басып келді. Мен енді шыдай алмадым. Ұлымды құшақтап еңіреп жылап жібердім. Анашым, балам. Үйге қайттық. Жақып та үнсіз келіп Арманды құшақтады. Өмірінде сезімін көк көрсетпейтін адам еді, сол күні ғана. Қош келдің, ұлым, деді. Арман әкесінің иығына басын қойып, үнсіз жылады. Үйге келген соң бәрі бұрынғыдай көрінгенімен, бір нәрсе өзгерген еді. Бұл жолы өзгерген Арманның өзі болатын. Ол таңертең ерте тұрып ауласып баратын. Маған су тасып беретін. Әкесінің шаруасына көмектесетін. Кешке бірге шай ішіп отырып, ұзақ әңгімелесетінбіз. Бір күні ол: әке, анашым, мен енді өмірімді басқаша сүргім келеді. Не ойлап жүрсің, балам? Ең алдымен жұмыс істеймін. Қандай жұмыс болса да бастаймын. Сосын Айнұрдан кешірім сұраймын. Жақып оның иығынан қақты. Ең дұрыс шешім осы. Бірнеше күннен кейін Арман бұрынғы жұмысына барды. Әрине, бұрынғы орны бос емес еді, бірақ басшысы оны тыңдап шықты. Сен қателестің. Білемін. Өзгердің де? Өзгеруге тырысып жүрмін. Басшысы біраз ойланып: қазір бос орын жоқ, бірақ сендей шын өкінетін адам сирек кездеседі. Бір орын ашылса, міндетті түрде хабарласамын. Арман риза болып шықты. Арада 2 апта өткенде оны басқа мекемеге жұмысқа қабылдады. Жалақысы бұрынғыдай көп болмаса да, ол еш шағымданған жоқ. Ең бастысы адал еңбек ету, дейтін. Бір күні ол маған: анашым, бүгін мен туған анаммен кездескім келеді. Мен үндемей басымды изедім.
Дайынсың ба? Иә. Сәлимада қатты толқып келді. Олар бір-біріне ұзақ қарап тұрды. 30 жылдан кейінгі алғашқы кездесу. Сәлима жақындап келіп, балам дегеннен әрі сөйлей алмады. Арман да көз жасын тия алмады. Сізді кінәламаймын. Осы 4 сөз Сәлимаға бүкіл өміріндегі ең үлкен жеңілдік болған шығар. Ол еңіреп жылады. Кешір мені. Кешірдім. Мен сені күнде ойладым. Білемін. Арман туған анасын құшақтады. Сосын менің жаныма келіп, бір қолмен мені, бір қолмен Сәлиманы құшақтады. Менің 2 анам бар екен. Бірі маған өмір сыйлады. Бірі сол өмірді мәндетті. Екеуіңізге де өмір бойы қарыздармын. Сол сәтте ешкім көз жасын ұстап тұра алмады. Бірақ Арманның жүрегінде әлі бір өкініш бар еді. Ол Айнұр мен ұлы. Бір күні ол гүл алып Айнұрдың үйіне барды. Есікті Айнұр ашты. Екеуі біраз үнсіз тұрды. Кешір мені. Мен саған да, балама да көп қиянат жасадым. Қазір басқа адам сияқтысың. Өйткені мен бәрінен айырылғанда ғана қолындағының қадірін түсіндім. Осы кезде кішкентай ұлы жүгіріп шықты. Әке! Арман тізерлеп отырып, баласын құшағына басты. Кешір мені, балам. Бала ештеңе түсінбесе де, әкесін қатты құшақтады. Айнұр үнсіз қарап тұрды. Мен бірден бәрін ұмыта алмаймын, деді ол. Мен оны талап етпеймін. Бірақ өзгергеніңді дәлелдесең, бізге тағы бір мүмкіндік беруге болады. Арманның жүзіне алғаш рет шынайы күлкі үйірілді. Арада 1 жыл өтті. Арман ішімдікке мүлде жоламады. Тұрақты жұмыс істеді. Әйелмен қайтадан татуласты. Ұлы да әкесіне бауыр басып кетті. Демалыс сайын бәрі біздің үйге келетін болды. Ауылда немеремнің күлкісі қайта естілді. Жақып екеуміз орындықта отырып, соларға қарап ұзақ күлімсірейтінбіз. Бір күні кешкі шай үстінде Арман: әке, анашым. Иә, бала.